Сәлем оқырманым, бүгін мен сіздерге the is және the are сабақтарын түсіндіретін боламын. Яғни the is және the are қосымшалары қай кезде қолданылады, болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемде қолданыстары қандай, бүгін соны анықтайтын боламыз. The is және the are қосымшалары негізінен бір нәрсенің орналасуына қарай бар деген мағынаны білдіреді. Яғни бар деген сөзді, иә? Мысал келтірейік, Қазақстанда 20 облыс бар деп айтатын болсақ, in Kazakhstan деп біз сөйлемді бастай алмаймыз. Осы тұста біз the is бен the are-ны қолданамыз. Қазақстанда 20 облыс бар деп айтайық, ағылшын тілінде there are 20 regions in Kazakhstan деп айтамыз, иә? Түсінікті болса, енді the is және the are қосымшаларының болымды түріне тоқталайын. The is бұл яғни бір заттың бір жерде бар екендігін айтқымыз келсе қолданамыз. Мысалға, айталық, үйде ит бар деп айтайық. There is a dog in the house деп айтамыз. Мына жерде ноутбук бар деп айтайық. There is a laptop on the table дейміз, иә, үстелдің үстінде. There is не айтсам болады? There is a garage деп айтамыз, гараж бар. There is a shelf деп айтамыз, бұнда сөре бар деп айтамыз, иә? Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай енді осы жекеше түрді көпше түрге ауыстырайық, иә? Көпше түрге ауыстырған кезде біз бір немесе бірнеше заттардың бар екендігін айтқан кезде there are қосымшасын қолданамыз. Мысалға, there are some pictures. Мұнда көптеген суреттер бар деп айтам, иә? Картинкалар бар деп айтам. Және тағы бір мысал келтірейін. There are 2 dogs in the house деп айтайық. Үйде 2 ит бар деп. Түсінікті деп ойлаймын, енді болымсыз түріне көшейік. Болымсыз түрінде there is және the are қосымшаларына not сөзін жалғай саламыз. Мысал келтірейін. There isn't a pool dig. Бұл жерде ешқандай бассейн жоқ деп айтайық. Және де there isn't a book дейік. Бұл жерде ешқандай кітап жоқ деп айтайық. Енді көпше түріне келтірейік, мысалда. There aren't 2 books. Бұл жерде 2 кітап жоқ деп айтайық. Осы сияқты not сөзін жалғаймыз. Түсінікті болса, енді сұраулы түріне көшейік. Яғни сұрақ қойғымыз келсе, біз қалай қолданамыз? Бұл кезде is және are қосымшалары бұл сөйлемнің алдына шығып кетеді. Мысалға, is there a book? Бұл жерде кітап бар ма деп сұрап тұрмыз. Егер де біздің жауабымыз иә бар деп айтатын болсақ, yes there is деп айтамыз. Егер де жоқ деп айтқымыз келсе, no there isn't деп айтамыз. Енді көпше түріне мысал келтірейік. Are there any neighbors деп айтамыз. Мына жерде көршілерің бар ма деп, немесе көршілерің жоқ па деп тұрмыз. Бұл жерде иә бар деп айтатын болсақ, yes there are деп айтамыз. Жоқ деп айтатын болсақ, no there aren't деп айтамыз. Достар, сабақ түсінікті болса, онда комментарийға 3 мысал қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып комментарий жазыңыздар, қолданыңыздар. Bye.